Қайырлы күн қадірменді оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Табиғаттың өзі тамаша күйге енетін, адамдарға жайдарлы көңіл күй сыйлайтын Наурыз мерекесінің өзіндік ерекшеліктері бар. Ұлыстың ұлы күнінде ел жұрт бір-бірімен емін-еркін әңгіме құрып, үлкендер бір-бірімен амандасып, қауқылдасып жататын. Осынау айтулы күндерді айрықша атап өту мақсатында биыл 15 наурыз жайнау күні деп бекітілген еді. Кең байтақ атамекенінде еркін өмір сүрген көшпелі бабаларымыздың табиғатпен тығыз байланыста болған. Табиғат ол біздің өміріміздің қайнар көзі. Біз қоршаған ортаны аялау арқылы өмір сүру сапасын жақсарта аламыз. Айналамызды тазалап, тал егіп, көшет отырғызу бұл жас ұрпақ үшін тәрбие мен тәлімге толы ұлағатты іс. Ал бізді қоршаған ортаның тазалығы әрқашанда бірінші орында тұрады. Атаңнан мал қалғанша тал қалсын деген қанатты сөздерге қарап бақ, көшет отырғызудың, айналамызды көгалдандырудың қаншалықты маңызды екенін айтпаса да түсінікті. Наурыз мейрамының 10 күндігіне орай Панфилов ауданы еңбекшілдік кітапханасында 15 наурыз жайнау күніне қатысты Әл-Ғафур мешітінің мәзіні, ауылымыздың ақсақалы Әбдіраман атамызды бүгін кітапханамызға шақырып отырмыз. Қош келдіңіз, ата. Бүгінгі атаулы мерекеге орай өз пікіріңізді білдірсеңіз. Жайнау күнін. Жайнау күні? Жайнау күні. Жайнау күні. Ал құрметті. Бүгін жайнау күні шақырғандарыңызға рахмет. Жайна деген сөз жер көгер, жер бұсан, жерге тіршілік келетін күні бүгін. Ол тіршілікке жаңағы ағаш отыру, жеміс ағаш, алма, өр, жүзім және басқа ағаштарды отырғызса, терек ағаш, тал ағашына отырғызса, жаңағыдай көгеріп, көктеп, жеріміз көгереді. Кейін жас ұрпаққа сол әуелі жемісін беріп, жерді көгертіп, балаларға да кейінгі естелік болады. Сондықтан жайна күні көшет отырғызыңыздар, және де жер көгеріп, босанып, бүткіл жер жүзіп, көкке бөленеді. Сондықтан кейінгі ұрпақтарға үлгі болу үшін ағаш отырғызар, тал отырғызар, жеміс ағаш, түрлі жемістердің барлығын отырғызып осылай, жаңа көгерту жерді жайнату туралы пікірімізді айтайық деген. Рахмет, ата. Енді әу демейтін қазақ жоқ, әу дейтін өнеріңіз бар еді бір. Айтайық. Сіз көрермендеріңізге бір жаңа жазира дегенді айтып берейін. Жазира жасыл кілем өрнектеген дариға, туған жерге жер жетпеген. Сапын самал саудайдарын, самалуға қарайлайын, саялаған ол туған жер, сағындырған саржайдау. Өзі бұл қоныс болған атам екен, таң шолыққан, таң сәріде атам екен. Толықсап, сары байдай қыз жатқанда ер жегі, ұйқы бойы жатам екен. Сақын самал салдайдарын, самал бұлақ баурайлайын, саялаған ол туған жер, сағындырған саржайдауым. Ой, рахмет, ата. Енді бізді көріп отырған жас жеткіншектерге, болашақ ұрпақтарыңызға бір батаңызды беріп жүрсеңіз, ата. Мына наурыз туралы берем. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, ұлыс бақытты болсын, төрттілігі ақ болсын, ұлыс береке әкелсін, жермен бәле жерден жаңа құтты болсын, малымыз тоқ болсын, уайымбағы жоқ болсын, көгін толы қозы болсын, жел толы құлын болсын, малың базарлы болсын, ұлың назарлы болсын, қызың ажарлы болсын. Ақ кетпесін таңдайына, елдергесін мықты болып, бақ кетпесін маңдайына. Аллаху акбар. Әумин, ата, айтқаныңыз келсін. Өзіңізге де зор денсаулық тілейміз. Немере шөберелеріміздің қызығын көріңіз. Биылғы жылы жыл басы наурызымызды осылайша мерекелер айына айналдыру ісіне шынайы ризашылық білдіреміз. Және алдағы уақытта үлкен деңгейде тойлана беруіне тілектеспіз.
Сондықтан да жайнау күні мерекесі баршамызға құтты болсын. Осы мереке баршамызға құт берекесін, мамыражай мейрамын сыйлай берсін. Дәл осы күні елімізде бастау алып жатқан іс-шара аясында еліміздің түкпір-түкпірінде тазалық жұмыстары жүргізіліп, табиғатқа жанашырлық көрсетілетін күн болатынын сенеміз. Назарларыңызға рахмет.